Жуалы талай ақындар мен батырлар дүниеге келген, құт дарыған қасиетті өлке. Жуалының жұлдызы биік, тұғыры тереңде. Бұлай атауымыздың себебі 8 бірдей генерал осы Жуалдан шыққан. Сонымен қатар Жуалы жерінде Бауыржан Момышұлы, Шерхан Мұртаза, Тайыр Тастандиев сынды ұлы тұлғалар дүние есігін ашқан. Міне, осындай тұлғалар дүниеге келген жерде мен де туып өскенімді мақтан тұтамын. Ауылым алтын бесігім, жүрегім жырым сенікі. Кеңісті далам, кең далам, тудым өстім, есейдім. Мен Дәулетхан Айсұлу Дәулетхан қызы. 2006 жылдың 27 қыркүйегінде Жамбыл облысы Жуалы ауданы Нұрлыкент ауылында дүниеге келдім. 2011 жылы номер 5 Михаил Ломоносов атындағы орта мектебінің алғаш табалдырығын аттадым. Міне, бүгінгі күні сол мектептің 9 сынып оқушысымын. Ең үздік кітап оқитын мектеп байқауының менің сүйікті ұстазым номинациясы бойынша дайындаған таныстыруымды қабыл алыңыздар. Ұстаз, осы бір қарымы мол сөздің өзінде қаншама теңіздің тереңіндей, мән мағына, таудың биіктігінде қасиетті ұғым жатыр. Заманның дүбірлі аламанында тау құдірет құсындай, ұлы ұстаз алдынан өтпейтін ешбір жұмыр басты пенде жоқ. Небір ғылым мен білімнің сайыпқыраны атанған данышпан адамдар, қарапайым еңбеккерлер, тіпті болашаққа құлаш сермеп арман қуған жеткіншектер де бәрі бір адамға қарыздар. Ол ұстаз. Менің сүйікті ұстаздарының санына шек жетпейді. Алайда көңілі пәк, ойы нәзік, шәкірттерінің жүрек нұрынан өз жемісінің өнімін көруге асыққан, бағбан, әрі бала жанының ақыл дәнін сепкен ұстаздардың бірі де бірегейі Байғабыл Назира Исетбайқызы. Бүгінде отты сөз алмас қылыштай. Жарқылдаған ұстаз қазақ тілі білімі саласының ерен жүйрігі, сырлы сөз зергері, мектебіміздің мақтанышына айналып отыр. Небір қанатты сөздердің телегей теңізі, қолына қағаз алмай, қара сөздің қаймағын қалқып сөйлеген данышпан Абайдың. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті, жылы жүрек, нұрлы ақыл, ыстық қайрат деген салмақты сөзінде айтылған қасиеттерді ақылына көрік сай ұстазымның бойынан сан мәрте байқадым. Мен де болашақта ұстазым сияқты өз ісінің білікті маманы болғым келеді.